Назар аударыңыз. Отандық жұлдыздар Тоқтар Сериков пен Бейбіт Сейдуалиева қалай отбасы құрған? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Тоқтар Сериков Төрлетіңіз бағдарламасында жұбайын алғаш рет көрген сәтін айтып сырымен бөлісті. 2000 жылдарда енді біз халыққа таныла бастаған кезіміз. Бейбітті Нұрмақасанның 100 жылдығына орай өткен үлкен концертте көрдім. Өткен күндер-ай деген әнді орындап шықты. Көптен бері бұндай дауыс естімеген едім. Риза болдым, деді Тоқтар Сериков. Бірнеше күннен кейін екеуміз тойда жолығып қалдық. Сөйлеспек болып едім, менің қазақшамды түсінбейді. Мен оның орысшасын білмей, қандай жақсы болды. Тоқтар Сериков. Сонымен қоса әнші Бейбіт Сейдуалиева қосылуына халық та себепші болғанын айта кетті. Қазірде Алла қосқан серігім мен 3 ұлымыз бар, деді Тоқтар Сериков. Еске сала кетейік, осыдан алдын Тоқтар Сериков коронавирусқа шалдыққанын біліп жан дүниесін ақтарған болатын. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.